Бүгінгі сабағымызда біз келіншек, яғни халық күйі, келіншек күйін үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Бұл күйіміздің жалпы қағысы ол төмен, яғни төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары. Осы қағыс көп кездеседі. Енді кеттік. Бірінші тактымыз, яғни бірінші қатарымыз ол 4-5-тен басталады. Осы 4-5-те тұрып 7 қағыс қағамыз. Яғни бірінші қағысымыз, яғни бірінші нотамыз ол бізде жай болады. Яғни төмен 4 қағыс болды. Және 2-ге шығамыз. Келесі тактымыз бізде ол 4-5-те тұрамыз, және 5-5-ке ауысамыз. Яғни жаңағы айтқан қағысымыз. Қайтадан 4-5-те тұрып, 7 қағыс, және 8 қағыс 2-ге ауысамыз. Келесі 4-5-7-7. Бұл бізде екінші қатарымыз. Келесі бізде 12. Астыңғы шекте төмен жоғары. Және 11, 12, 14. 9. Және келесі бізде үшінші қатарымыз ол 3 рет 7. Және 9-11-ге жылдам қағыспен ауысамыз. Келесі 12 қайтадан 4 рет. Енді қайтадан қайталаймыз. 11, 12, 14. 9. Және 7, 7, 3 рет. Келесі бізде 4-5. 0, 2, 4 рет. Және келесі 7-5. 4 рет тартамыз. Төмен, жоғары, жоғары, төмен. 9 7 жоғары, 11-де 9 жоғары, және 12-де 10 3 рет, және 4-ші қағыс ол ашық болады. Қайтадан 4-5. 2 4. Келесі 7-5. Және 5-5 үстіңгі шек 3 рет. Қайталаймыз. Біз бұл жерде 6-шы қатарымызға өттік. Келесі 4-5. 5-3 рет. Келесі бізде күйіміздің сағасы 12-ден басталады. Төмен, және 14-ке ауысады. Және 16-16. 14 4 рет. 12 қайтадан. 12 4 рет. Қайталаймыз. Келесі 11-ге шығамыз. 11 4 рет. 9 2 рет, 14 2 рет. Және 7 3 рет. Келесі 4-5. 0-0 2 4 рет. 7 5. Ашық. 4-5 қайтадан.
осымен біздің келіншек күйіміз аяқталады.